Жарайды, ол әкесін ұстады қазір, иә? Уақытша қамар. Одан не өзгереді? Еш нәрсе өзгермейді. Осы ненің бір асырына үңіліп көрейікші осы. Неге қатыгез болып бара жатыр ата-аналар? Ал енді екеуі қамалған уақытта бір жерде, олар бір-бірін жек көреді. Пандемия кезінде осы тұрмыстық зорлық, зомбылық дүние жүзі бойынша шамамен 2 есе көбейіпті. Мен қызымды ұра беремін қайта-қайта. Мен бұрын ондай емес едім. Қазір осы ненің уақытында осындай болдым, нервніп кеттім. Неге деп сұрап жатырмын. Сөйтсем айтады. Ал енді жанама қорқыныш дегеніңіздің шегі жоқ қой, бәрінен қорқамыз. Таста деп. И сол қатып, ол таста деп жүгіріп жанталасып olmayды. Баланы ұруыңыздың өзі ол сіздің әлсіздігіңіз. Жазып қойып сөз екен. Баланы ұру сенің өзіңнің әлсіздігің. Армысыздар, құрметті Бақ-Кезет ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісімен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта психолог Алияш Мақашева. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Бүгін бала құқығы жайында сөйлесейікші. Кеше видеоны көрген шығарсыз, әлеуметтік желіде қатты қызу талқыланып жатыр. Түркістан облысында болған. Әкенің балаларына деген қатыгездігі. Жалпы енді бұл бірінші жағдай емес қой бізде. Біз тек қана осы бір видеолар жарияланған кезде ғана шулаймыз. Бірінші жағдай емес, соңғы жағдай емес, және нақты қазіргі уақытта болып та жатырған жағдай. Осы ненің бір асырына үңіліп көрейікші осы. Неге қатыгез болып бара жатыр ата-аналар? Біздер ойлаймыз, егер материалдың жағдайы жақсы болса, отбасылардың ата-ана қатыгез болмас еді деп. Бұл жалған ақпарат, жалған ой. Себебі өте бай отбасыларда да балаларын өте үлкен қатыгездіктен ұратын ата-аналар бар. Бай отбасылардың өзі? Бай отбасылардың. Ауқатты бәрі бар, бәрі жетеді, бірақ ол бірінші кезекте баланы ұру ата-анадағы. Бұл материалдық жағдаймен байланысты емес, бұл бірінші кезек психикамен байланысты. Ата-ананың өзінің психикасымен. Ол мүмкін қазір мыңдаған себебін шығара аламыз. Мүмкін бала кезде өзі таяқ жеген шығар, тура солай. Көрдіңіз бе? Және таяқ жеп өстік, бізге онда тұрған ештеңе жоқ. Яғни қаталдық, өзімді тыңдата аламын. Яғни басқа әдісі жоқ. Мен өзімді осылай ғана тыңдата аламын. Осылай ғана. Диктаторлық да. Қорқыныш бір жағынан. Диктаторлардың үнемі ішінде қорқыныш тұрады. Мен өзімді тыңдата алмай қоямын, сыйлата алмай қоямын деген. Яғни күшпен сыйлату. Бұл материалдық жағдайды таңдамайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, әйел болсын, еркек болсын, іште өмірге деген реніш, өкініш, өзінікін өткізіп алу. Ол тағы да бала кезден бастап өз-өзіне сенімсіз адамдар. Өз-өзіне сенімсіз адамдар көп нәрсесін өткізіп алады. Көп нәрсеге жете алмай қалады қолы. Ойлайды, іске асыра алмай қалады. Үнемі сәтсіздікке душар болған сайын. Мынандай нәрсе бар, бір осы баласын қатты ұрыпты деген адамдар туралы естісе, айналасы, жұмысы сондай тыныш, сондай сабырлы, сондай кісі деп айтады. Сипаты өте жуас адам, қалай одан деген секілді шығады. Сыртқа білдіре бермеу мүмкін ғой. Да, тіптен мынау маньяктардың өзі өте жуас, өте сондай жақсы кісі күліп жүретін еді ғой деп айтады. Ол өтірік маска ғана. Ал шын мәнінде олар жуас, олар бас иет сыртта. Олар үндемейді, бірақ сол үндемеген нәрсесінің бәрін, ызаның бәрін ішке жинап әкеледі де, іште өзінің үйінде, өзінің ортасында, еркін ортада еркінсініп шығарады. Кім өзіне бағынышты? Бала бағынышты. Бала анаға да бағынышты, әкеге де бағынышты. Өмірге келген уақытта олар солай жаратылып келеді. Көзін ашқаннан соларды көреді. Көрдіңіз бе? Яғни өзіне ондай адамдардың сонда біз портретін былай бір көріп жасай алмаймыз ғой, қиын ғой. Бұл адамдардың портретін жасай алмаймыз. Жасай алмаймыз. Неліктен? Өйткені олар өте қатты, жақсы. Олар комплекстегі адамдар ғой. Олар өздерін жақсы жасыра алады. Олар өздерінің кемшілігін жасыруға тырысады. Мысалы, қараңызшы, сіздің шалбарыңыз бір жеріңіз жыртылып тұрса, сіз оны бүйтіп қалай да болғанда жауып көрсетпеуге тырысасыз ғой. Сондай сияқты олардың да ол кемшілігі, олар бір нәрсе жабуға тырысады. Бірден байқата қоймайды. Ақ көңіл, жуас, жақсы адамдар секілді. Айналып келгенде олар ондай болмай шығады. Ал енді кеше Түркістан облысында болған жағдайға келейікші. Жарайды, ол әкесін ұстады қазір, уақытша қамар. Одан не өзгереді? Еш нәрсе өзгермейді. Еш нәрсе өзгермейді. Ол отбасында егер қазір қамайды, қазір полиция қызметкерлері үшін де бұл жағдай таңсық жағдай емес. Бұл жағдай мынау ақпаратта таралып кеткеннен кейін кішкене қаттырақ қысым болар ол кісіге, жаңағы ер адамға ше. Содан кейін барып талаптар қойылар, қадағалаймыз деген. Бірақ оның арты болмайды. Аз уақыттан кейін мұның бәрі ұмытылып кетеді. Көп болса, бір апта әрі кетсе 10 күн оған сабақ болады. Тура өзінің жағдайы сияқты. Мүмкін мен ойлаймын, бұл еркек өзі де бала кезден таяқ жеп өскен шығар. Әбден үйренген.
сөйтіп ыза кегін алып тұр баласынан. Сендер осы мен елдің алдына шығарып қарабет қылдыңдар деп одан алу зан алу. Оданса, міндетті түрде. Бірінші кезекте ол жерде отырған әйел қасында, оның самооценкасы төмен, өзін-өзі бағалау өте төмен. Адам өзін-өзі төмен болған кезде өз бостандықта жүріп, бостандығынан айырылып қалады. Бір, түрмеде жүргенде. Екіншіден, не өзін қорғай алмайды, не өзінің ішінен шыққан балаларын қорғай алмайды. Екі, одан кейін өмірді өзгертуге қандай да бір бағытқа, одан сытылып шығуға қорқады. Үш, содан кейін ең бірінші кейбір адамдарға сол құрбан болған ұнайды. Жертва. Өзін-өзі аяп, аянышты күйге түскен ұнайды. Яғни өзіне ұнайды дейсіз ба? Иә. Сондықтан бұл жерде түрмеге қамап, одан еш нәрсе шықпайды. Бірінші кезекте айтып отырмын ғой, ол кісіге, еркекке көмектесетін нарколог. Өйткені оның былай айтқанда ашынасы да ләззат алатын. Оның жаңағы өзінің психологы да жан емдейтін. Ол арақ. Ол тек арақтан ғана өзін тапты. Яғни оны сол арақтан құтылатын амалын жасау керек. Бірінші кезде емдеу керек. Оған қазір психотерапевті, психологты жібергенде ешқандай әсер етпейді. Ол ертең шығады да 2 күннен кейін қайтадан арақты ішеді. Қайтадан өзін сонымен басады. Иә. Ол жай кезде өте жуас адам. Арақ ішкенде басылатын болып? Иә, арақ ішкенде өсетін болып тұр. Мүмкін арақ ішпейді өзін үйде көрсететін шығар. Енді қараңыз. Бұл адамды бірінші кезек наркологқа емдету керек. Ұзақ. Одан кейін барып психологқа. Бірінші нарколог оның өзінің ағзасында құртылып отырған дүниелерді емдейді, миын, ал психолог оның айналасы, сыртын емдейді. Сыртты құртты ғой қарым-қатынасты арақтың кесірінен, отбасын құртты, соны емдейді. Одан кейін әйел. Одан кейін әйелді емдеу керек. Әйелді міндетті түрде әйел психотерапевт керек. Неге ол соншама басылып қалған әйел болды? Неге соншама кеудесінде жан тұрып, ол өзін соншама табалатып қойды? Мінекей осы нәрсе. Бізде жалпы осындай бір жағдайлар мемлекет деңгейінде қатты зерттелмейді. Тіркелген қылмыстардың өзі балағатыс жылына бір 2000-дай қылмыс бар екен, соның осы 60% отбасында болады екен. Мақсат бізде барлық нәрсе поверхностный, жеңіл, үстімен ғана жүреді. Мен сізге айтайын, мысалы педофилиямен зардап шеккен 9 жасар, 7 жасар қыздарда болсын, иә. Осылай ата-анасынан таяқ жеген жағдайлар болсын, иә. Бұл нәрсе ақпарат шулаған уақытта ғана, сол сәтте ғана түрмеге қамалады, ұсталады, ескертулер жасалады, штраф салынады, болды. Ары қарай олардың тағдыры не болып жатыр? Мысалы мен фонд аштым, сен деген. Ол жерде осылай зорлық-зомбылыққа түскен баласын зорлық-зомбылыққа түсетін ата-ана, сен неге балаңды ұрасың деген сұраққа жауап іздеу өзінен. Бірінші кезек, иә. Сонымен жұмыс жасау, әкемен, анамен, одан кейін баламен жұмыс жасау. 6 ай, 7 ай, мүмкін бір отбасыға да 1 жыл жұмыс істеу керек шығар. Бірақ қалған олардың 20-30 жылы бақыт өтеді. Көрдіңіз бе? Қарапайым ақшты алайықшы. Осындай жағдай тіркелсе 1 жыл, 2 жыл бақылауда ұстайды. Иә. Аптасына 2 рет келіп, тоңазытқышын ашып көреді екен. Тамаққа толы ма жоқ па, балалардың қарны ашып қалған жоқ па, соған дейін тексереді екен. Оларда психолог жақсы жұмыс істейді. Жоқ, енді мемлекеттік деңгейде ғой ол. Психологқа барып тұруға. Вот аптасына 3 рет сіз барып тұру керексіз. Ендеше психолог отбасына қаншалықты өзгерді, иә, 1 жыл. Иә, ол адамның психикасы, оған қалдыру керек па ары қарай 2 жылдан кейін бұл балаларды? Өзгерген ба бұл адам, өзгермеген ба? Міне, нағыз жұмыс сол, нағыз көмек сол. Өйткені бастапқы уақытта мысалға осы еркекті алайықшы, ол жеңіл жолын тауып алды қиындықтан шығатын. Ол өзінің жан дүниесін емдейтін, өзінің сәтсіздіктерін, басқасын алу үшін алатын нәрсе арақтан оған ең оңайы сол, иіліп кететін. Бірақ ұзақта терапиядан өткісі келмейді ол. Көрдіңіз бе? Оны бастапқыда күштеу керек. Одан кейін оған жағады ол, ұнайды, ол өзіндегі өзгерісті түсінеді, отбасындағы жағдайдың өзгеріп отырғанын түсінеді. Қарым-қатынас. Кімге отбасындағы татулық, әдемілік ұнамайды? Содан кейін барып, маған керек екен ғой деп баратын болады адам. Мен ойлаймын, дегенмен де осы тұрмыстық зорлық-зомбылық көбінде енді жағдай төмен отбасыларда болатын шығар. Жағдай төмен отбасыларда болады деген, енді материалдық жағдай, отбасы әйел мен еркектің арасында жаңағы ұрыс-керіс именно материалдық жағдайдан туады деген бекершілік. Ол бекершілік. Оған қара нан жеп отырса да адамның егер бір-біріне деген сезімі, жылуы кетпесе, олар оны жоғалтпайды. Шыны керек. Ал енді ол тек себеп қана болады. Ұрыс шығару үшін, сылтау табу үшін адамдардың арасы салқындап кеткен кезде. Мысалға қараңыз, коронавирустың уақытында отбасылар ажырасып, маған келді 2. Сөйтсе, мен күйеуімнен ажырасам, заявление жазып қойдым дейді. Сонда мен сұраймын, неге? Менің күйеуім қиындықтан жол таба алмай қалды дейді.
қандай әке, содан мен бастадым. Мынандай 30 сұрақтан тұратын сауалнама жібердім. Оның ішінде қандай әке, қандай күйеу, оның рөлді. Мен айтамын, керемет қой. Мына кісі баласын ойлайды, балажан, сіздің қамыңызды ойлайды, шамасының жеткенше әрекет жасайтын адам. Неге? Сөйтсе, жоқ, осы қиындық түскенде ол жұмысынан айырылып қалды, жұмыссыз қалды, ол жол таппай қалды. Қиындықта жол таппайтын адам, маған туыстарым айтады, бауырларым айтады, ондай адам саған не керегі бар деп айтады. Сонда ол әйелдің түсінігін қараңыз, күйеу жаңағы тек қана оны өмір жолында қиындықтан алып жүру үшін ғана керек, ал тосылып қалады, мысалы лақтырады да кете бере ма басқасын іздеп. Сонда әйел мен еркектің бір-біріне арқау болады, бір-біріне сүйеу болады деген қайда. Барлық еркек әйел дегенге қарамайды. Ол бір жақты қарауға да болмайды дейсіз ғой. Тек қана еркек кінәлдеуге болмайды. Тек қана әйел деуге болмайды. Пандемия сияқты қиындық тап келген кезде еркек әйел деп қарамайды, тосылып қалатын жағдай. Ол бала кезден қалай тәрбиеленді соған байланысты. Біреулер сытылып шығады. Ол темпераментке де байланысты. Сытылып шығып жол тауып кету. Ал біреулер сытылып шыға алмай қалады. Ондай уақытта оны одан сайын басып жібермей төбесінен қолдау керек. Сонда қолдасаңыз, сен қолыңнан келеді, сен жасай аласың, екеуміз бір нәрсе істейміз, екеуміз бүйте аламыз. Қазір жарайды, сенің мүмкіндігің болмай қалды, қазір менде мүмкіндік, мен асырай тұрармын, бірақ сен ең басты өзін жоғалтып алма. Мынау сол пандемияның уақытында мына Кене деген бар ғой, білесіз ғой? Иә. Щербатов деген, Юрий Щербатовтың керемет психология страха деген кітабы бар, соның ішіне жазады. Мынау 3 литрлік банканы аласыз дейді. Соның ішіне дейді, жаңа Кенені салып қоясыз дейді. Соны 2-3 ай қоясыңыз дейді жаңаның ішінде дейді. Ол негізі Кене қатты секіреді ғой. Иә. Ол 3 литрден артыққа секірмейді дейді ана жерде. Содан оны бостан 3 ай ұстау керек қой ішінде сонда. Ұстайсыз. 3 ай ұстайсыз ба, 3 күн ұстайсыз ба, қанша ұстайсыз? Ұзақ уақыт ұстайсыз да. Содан кейін жаңағы Кене 3 литрдің деңгейіне ғана секіріп отырады. Енді оны бостандыққа жібергеннен кейін ол Кене ешқашан 3 литрден артық жоғарыға секірмейді. Болды. Тура сол секілді адам пандемияның коронавирустың уақытында, мысалға еркек жаңағының күйеуі айтып отырғанда, егер де ол сол моментте жол таппай қалды ма, сөйтті де екі қол түсіртті диванның үстіне жатты ма, ол соған үйреністі ма, 2 ай, 3 ай. Болды, ол депрессияға түсті, ол үйреністі, ол жаңағы комфорт зонаға кірді, ол жерден шыға алмайды қалу, қолдау болмаса. Андай бір қызық ақпарат оқыдым енді. Пандемия кезінде осы тұрмыстық зорлық, зомбылық дүние жүзі бойынша шамамен 2 есе көбейіпті. Бұл сонда немен байланысты? Карантин кезінде. Пандемия оған себеп емес, пандемия тек бетті ашушы ғана. Кез келген нәрсенің бетін ашушы ғана. Мынау астында ашып жатыр еді, сіз қазанның бетін ашпай тұр едіңіз, ашып қалдыңыз, иісі сасып кетті. Иә, көптен бері ашылмаған қазан. Бұл адамдар отбасында ол бастан-ақ дұрыс болмаған пандемияға дейін қарым-қатынастар. Қазір бір үйдің ішінде 4 қабырға ішінде қалды ғой. Ол тек мысалы еркек ашынасына барып, әйел тағы да ашынасына барып, немесе жұмыспен алаңдап екеуі бір-бірін деген секілді, иә, басқа нәрсемен сыртта көбірек уақыт өткізіп достарымен. Міне солай ғана олар бір-бірінің мына отбасы бар ма, бар деп құтқарып жүрген. Ал енді екеуі қамалған уақытта бір жерде, олар бір-бірін жек көреді. Олар бір-бірін іштей жек көріп жүреді, бірақ сырттың қоғамның социофобия бар ғой бізде. Социофобия, не дейді деген. Сол социофобиядан қорыққаннан олар бірге жүр. Бала үшін деген сылтау ғана. Ана өздерінің аттарын. Олар бірге жүр, бірақ енді бір-бірін жек көрген адам, сіз екеуміз бір-бірімізді жек көріп отырсақ, не істеп отырамыз? Әр сөзіміз тітіркендіріп отырады, иә? Ашуға тиіп. Тура сол сияқты. Екеуі бір шаңырақтың астында қалды. Олардың әр сөздерін іліп отырады. Балаларға қатысты да әлімжеттік артқан дейді. Иә, балаларға қатысты енді ол анау әйел мен еркек бір-біріне тітіркеніп ашуланып ызасын төгіп отырған кезде екеуінің біреуі не таяқ жеп қалады, не сөз естіп қалады, ол ашуды кімнен алады? Баладан алады. Баладан алады. Бала көбіне құрбан. Мен осы баланы ұратын ата-аналарға айтқым келеді. Сіздің өміріңізде, сіз өмірге әкелген, сіздің жатырыңыздан шыққан бала өмірде егер адамның ең бір жақын адам болатын болса, жанын беретін сол үшін. Осы бала. Сіз үшін. Шынайы сүйетін сізді және оның махаббаты айнымайтын сол бала. Бірақ оның махаббатын айнытатын өзіңізге тас жүрек ететін сіз. Өзіңіздің ыза кегіңізбен. Ең бала әкенің шешенің мейірімін көріп өсу керек қой ол. Тағы да бір клиентім болды. Мен коронавирус уақытында жұмыс деген қайнады шыны керек. Рас онлайнмен. Сол клиентім болды. 3 жасар қызы бар. Мен қызымды ұра беремін қайта-қайта. Мен бұрын ондай емес едім. Қазір осы ненің уақытында осындай болдым, нервный болып кеттім дейді. Неге деп сұрап жатырмын. Сөйтсем айтады, мен істеген іс ашылма деді. Мен бұнымен не сөйлесе алмаймын. Я надоела уже дейді. Маған уже надоела мына балам дейді. Мен өзімнен қос сөзімнен қорқамын дейді.
надоело. Не істеймін мынау, мен бұнымен тілдесе алмаймын, сөйлесе алмаймын дейді. Мен құрбыларым сияқты сөз бөлісе алмаймын дейді. Өзімнің ішкі нәрсем, мен тек бұнымен ойнап отыра беруім керек па дейді. Қараңызшы. Бұл нені айтады? Бұл ол әйел баланы туды, өмірге әкелді, ана ретінде рөлін атқарып жүр, бірақ оның аналық махаббат оянған жоқ. Оянған жоқ, ол жай ғана рөл атқарып жүр. Көрдіңіз бе? И сол сәтте міне осындай қиындықта ол ашылып қалды. Аналық махаббат оянбайтын аналар да болады екен ғой. Әрине. Аналық махаббат оянбайтын адамдар бар, жетерлік. Әкелік махаббат оянбайтын адамдар. Бұның рөл, бұл өте маңызды. Тек ана болу, әке болу деген нәрсе емес. Солардан көбіне проблема шығатыны. Махаббаттың болмағанынан. Кейбіреулерде ол махаббат шектен тыс болады, кейбіреулерде ол жоқ болады. Соның қай кезде де ортасы жақсы. Шектен тыс деген қалай ол сонда? Шектен тыс гиперопека. Тағы бір клиент туралы айтайын. Бұл енді бұл пандемияның кезінде емес, бұдан 7-8 жыл бұрын болған жағдай шығар. Хабарласады, не керек, психолог керек, менің баламның развитиясына дейді. Сонан барам. Сөйтсем, балалар бөлмесіне кірсем, балалар бөлмесінде де бір 2-2 ақ шүберек. Залға кірсем, 2-2 ақ шүберек. Бұл үйде бір нәрсе дұрыс емес, ана елім психикасына нәрсе дұрыс емес екенін бірден сездім. Сөйтсем, бала только сол ақ шүберектің үстінде отыр, ойнап отыр. Шекарадан шықпайды. Жаңағы шүберектің үстінен. Шықса, мына едендегі жиналған қоқысты нені мезофобия адамда, мына фобия әйелде. Тек ақ шүберектің үстінде ғана ойнау керек деп ойлайды. Ана бала үйреніп қалған. Шүберекке дейін барады, қорқады, ары қарай кейін қарай сөйлейді. Не істеп отырсыз? Құрттыңыз ғой баланы. Мен сізді ол үшін шақырған жоқпын дейді. Менің минусымды. Мен сізді мына логикалық қандай ойындар бар, сол үшін шақырдым, айтыңыз дейді. Мен айтамын, жоқ. Мына бала сізді бірінші кезек емдеу керек, емделіңіз. Екінші міне баланы емдеу керек. Мынау бала қайта үйрену керек қой. Мынау шүберектен асып кетсе не болады? Ал қазір сіздің жүрегіңіз ұстап қайтыс болдыңыз. Содан баламен не болады? Я даже думать, мен өзімнің ойымды тек жақсы позитивті нәрселер ғана ойлаймын дейді. Сонда маған еш нәрсе болмайды дейді. Мен айтамын, сіздің қорқынышыңыз жүрегіңізде, үйіңізде тұр, түгел үйіңіз. Мен сіздің үйіңізден тез шығып кеткім келіп тұр. Өйткені мына жерде қорқынышқа толып тұр. Баланы құртып жатсыз. Бала ертең ешқандай қиындыққа төтеп бере алмайтын болып қалады. Ана шүберек залға кірсе, ана баланы бүйтіп көтеріп әкеледі, тура жан шүберектің үстіне қояды. Яғни баланы шектен жақсы көрудің өзінде кері әсері бар? Шектен тыс жақсы көру, жоғалтып алам деп қорқу, бір нәрсе жұқтырып алам деп қорқу. Міне соның әсері жаңағыдай психикасынан ол әйелдің өзінің ауытқуы, қорқынышы. Көрдіңіз бе? Сөйтсе, біле келе менің бауырым 7 жасында деді ма, 8 жасында деді ма, вирусты аурудан қайтыс болды дейді. Содан кейін мен қорқам дейді. Көрдіңіз бе? Қанша жылғы қорқынышы бала кезіндегі алып келіп тұр. Жалпы қорқыныш деген нәрсе барлық жерде құртатын нәрсе. Біз деп айтамыз ғой, екі қорқыныш бар дейміз. Біреу тікелей, біреу жанама келеді. Тікелей қазір артымыздан КамАЗ келіп қалды ма, біз қорқуымыз керек, рөлді бірден бұрамыз, дұрыс па? Сақтанамыз. Ол тікелей келген қорқыныш. Ғимараттың ішінде өртеніп жатса қашамыз, тікелей қорқыныш. Ал енді жанама қорқыныш дегеніңіздің шегі жоқ қой, бәрінен қорқамыз. Бәрден күдіктеніп тұрасың айналаңнан сезіктеніп. Адам маған бүйтіп қалады, мынау былай шығар. Мүмкін бала есіктен ана шығып кетсе, қазір біреу келіп пышақ салып ала ма, бір нәрсе қылып ұрлап кете ма. Мына қорқыныш баста айнала береді, сөйтіп біздің психикамызды үйретеді, сосын психика бізді үйретеді. Сонда айтамыз, қорқынышты қабылда, біз үнемі айтамыз. Қорқынышыңыз бар ма, оны қабылдаңыз және оған әрекет жасаңыз. Сол қорқынышты болдырмауды. Енді біз айтып отырғандай, бала кезінен туысқандарынан, жақындарынан, әке-шешесін зәбір көріп, ол психологиялық травма ғой. Көріп өскен баладан болашақта қандай азамат шығады? Әлемдегі 80-90% депрессияға ұшыраған адамдар көп дейтін болсақ, солардың салдары балалық травмадан көбісі. Біздер солай деп айтатын болсақ, балалық травмадан десек бәрі, ой, бала кезде бізді ұрған, біз қайта өмірге шыңдалдық, былай қылдық дейді. Баланы ұру керек, сөйтіп тәрбиелеу керек, өзімізді сөйтіп өскенбіз дейтіндер көп әлде. Иә, өзімізде. Баланы ұруыңыздың өзі, ол сіздің әлсіздігіңіз. Бірінші кезек сіз мойындау керексіз. Мысалға да, ересек адам бұрса. Жазып қойды сөз екен. Баланы ұру сенің өзіңнің әлсіздігің. Иә, өйткені сен ұрудан, күшпен тыңдатудан басқан амал таппай тұрсың. Жоқ сенде амал. Сен тіл табыса алмай тұрсың. Ашуыма тиді дейді. Мен бір сұрақ қоямын деп. Бастығыңыз ашуыңызға тиеді. Намысыңызға тиеді сіздің. Ұра аласыз ба оны?
жоқ, ол маған айлық беріп отыр. Ал балаңыз, сіз сол айлықты не үшін тауып отырсыз? Баламды асырау үшін, баламды өсіру үшін. Мен айтамын, сіз 200-сіз. Себебі сол асырау үшін, өсіру үшін өмірімді арнаймын деген баланы сіз бастығыңызға қарсы келе алмайсыз, ұра алмайсыз. А бірақ бала сізге бағынышты болып тұрғанда сіз оны ұра аласыз, ашуыңызды шығара аласыз. Сіз оның психикасын құртасыз. Қандай болып шығады ол бала? Өз-өзіне сенімсіз болады. Өзінің ойын, ол бала өзінің ойын айтқысы келеді. Деп сөйлегісі келеді. Ол комплекстер ғой жаңа, тұйық. Айта алмайды. Неге айта алмайды? Өйткені баяғы есінде айтқан кезде қарсы сөйледің, маған қарсы келдің, сен мені тыңдамадың деп ата-ананың ұрған секілді. Солай ішке жиналады. Өзін көрсете алмайды ол ешқашан. Немесе ол ашушаң болады. Немесе жаңағы анау бізді де ұрған, бізде не боламыз деген жанталасып, белсеніп өмір сүреді, арпалысып өмір сүреді, үнемі агрессивны, үнемі әрқайсысымен бір алысып, анаумен де ұрсады, мынаумен де, соны өзіне мақтан тұтып өседі. Бұл бақта келмейді адам. Яғни адам өмір бойы жан тыныштығын таба алмай өтеді. Тым енді еркіне жіберуге де болмайды ғой. Тым еркіне жіберуге болмайды. Тым еркіне жібермеу француздардың тәрбиесін мен өзім парақшамда айтам. Мынау француздардың тәрбиесі бар, керемет. Олар кішкентай кезінен бастап бала мысалы қолына пышақты алатын болса, олар тек көзбен және дауысты бірден қатайтады. Қой деп, таста деп. И сол қатып, ол таста деп жүгіріп жанталасып ұрмайды. Таста деп қатып қалады сол жерде. Анау ашулы көзді көргенде бала өзінен өзі барып жаймен қояды ананы. Сол сәтте бірақ баланың жүрегі дөсіндеп тұрады ғой. Барады да жайлап құшақтап оған түсіндіреді қауіпті. Яғни бала қате нәрсе істегенін түсінді және ана қойған кезде, қойған сәтте жарайсың деп айтады. Это обязательно. Молодец. Бізде ең қысқа жауап бар ғой. Болмайды, неге десе, сол дейсің. Артыр тек айғай, түсіндірмейді. Ананы түсіндіреді, көрсетеді, неге қауіп екенін түсіндіргеннен кейін барып, бала қателескенін түсінеді және қатені түзегенін түсіндіреді. Жарайсың деген сөзді естігенде мен қатені түзеген екенмін дейді. Өмірде де соған үйренеді олар. Яғни әр нәрсені түсіндіріп отыру керек қой. Оны алуға болмайды, оның қолыңды кесесің деген сияқты әр нәрсені. Қателесуден қорықпай өседі ең бастысы. Қателеседі де, ол қателесудің жолы бар екен, шығатын жолы бар екен біліп өседі. Көрдіңіз бе? Болмаса бізде тағы бір несі бар, осындайда жаңағы әр кітап еске түседі ғой. Памелланың кітабы бар, жаңағы французские дети не плюются едой деген сөз жерде жазады өзі. Ана же американка, Францияда тұрады. Сол уақытта баланың, ана француздардың до такой степени балаларының сондай қатты проблемный емес екеніне таңғалады да, сондай аса проблема тудырмайды. Сонда қалай деп сұрайды. Сонда элементарно есіктің алдында отырса, баласы ұлы жаңағы жоғары қарай шығып кете береді жүгіріп. Бар ғой бізде ондай. Барып алып кетеді. Калиткадан шығып кете береді. Ана барып жүгіріп алып кетеді. Қайдадан жүгіріп алып келеді. Дұрыстап әңгімелесе алмайды. Сонда қасында отырған француз жігіт айтады. Вы неправильно делаете. Сіз дұрыс істемей отырсыз деп. Неге деді? Өйткені қазір тағы да 5 рет қашқан кезде бала сіз ашуланасыз. Сіз ашуыңызды эмоцияңызды ұстай алмайсыз. Эмоциональный шокпен сіз балаңызды ұрып тастайсыз. Немесе айғайлап қорқытасыз. Одан кейін ол бетке де шығуға, сыртқа да шығуға қорқатын болып қалады. Немесе одан сайын одан бетер жыбырлақ болып кетеді. Не істеу керек енді? Сол кезде айтады. Бар болғаны баланың қолынан ұстайсыз да, жоқ деген сөзді қатты айтасыз. Басыңызды шайқап жоқ. 2 жас, 3 жасқа дейінгі бала сіздің мимикаңызды жақсы түсінеді, жақсы қабылдайды. Ол бір рет айтам, сіз бір рет айттыңыз, 10 рет айтыңыз. 10-нан кейін ол бала түсінеді. Сол жерде отырғанда дейді, мен 5 рет, 6 рет балам кетіп қалған кезде қолынан ұстап, мен жоқ деп көрсеттім. Қабағым түйіп жоқ, болмайды. Апарып қайта орнына ойнатып. 6-шы ретінде мен балам жүгіріп барады да артына қарады дейді маған. Маған артына қарады, менің қабағыма қарады. Мен орнында отырған күйінше жоқ деп қабағым түйін дейді. Ол жаймен барды да орнына. Үйрету ғой. Біз үйретуге жалғамыз. Ой, былай болмайды, ой, солай болмайды. Ол біз өз-өзімізді ақтап алу үшін ересектер көбіне үйретуге жалғам, шыдамымыз жетпейді, сондықтан айтсын. Ал басынан шыдамыңыз жетіп үйрететін болсаңыз. Енді әсіресе балалар ешкімге барып айта бермейді ғой. Мен әкем ұрады, шешем ұрады деп. Бірақ бәрі күнделікті сабаққа барады. Былай қарасаң, әр мектепте психолог бар ғой. Бұлар да оларды көңіл бөле бермейтін сияқты әр балаға жеке-жеке жолығып. Ол әр мектепте психологтар бар. Бірінші кезекте психологтарға деген балалардың өзінде сенім жоқ. Олар қорқады. Мынандай жағдайлар болған. Ауылдық жерде психолог
мектептің оқушысы қыз бала келіп өзінің проблемасын айтқан. Әжептәуір үлкен проблема. Аяғы ауыр болып қалған 15 жасар қыз. Ешкімге бөле салмаған ғой. Бәрін тыңдап алған, сөйтсе көршінің басында, көшенің басында тұратын психолог екен. Ол жаңағы ақпаратты көшенің келесі басында тұратын кісіге айтқан. Мына біздегі анау тұратын бәленшенің қызы сондай болып қалыпты. Көрдіңіз бе? Бұл корректность психологтың. Психологтың өзінің жаңағы сауатсыздығы керісінше. Білмегендігі өзінің. Көрдіңіз бе? Осындай жағдайлар болғаннан кейін, шынайы өмірде болып отырғаннан кейін, психологқа деген сенім болмайды. Ол көмектеспек түгілі. Яғни терапия жасап, оның жанын емдемек түгілі. Өткенде енді бір дағдарыс орталығында істейтін бір психологпен сөйлесіп қалдым. Бір әйел күнде кешке күйеуінен таяқ жейді екен. Сол бір келеді, екі келеді көмек сұрап. Сол мынандай бір жолын айтамыз деп көмектеспейді күн. Сол ақыры бөлек кет деп айттық дейді, ажырас деп. Анау келеді, қайтадан қосылады, 10 рет келді, сосын бізді айтты дейді. Бәрібір кете алмайды күйеуінен таяқ жесе. Үйреніп алған сол өмірге. Мен күйеуінен таяқ жеп келетін әйелдерменен жұмыс жасаған уақытта бірінші кезекте айтамын. Сіз күйеуіңізге кетемін деп айттыңыз ба? Ол айтады, я кеттім, күйеуім енді ұрмаймын деп отыр, жалынып отыр. Онда сіз күйеуіңізге айтыңыз. Сен маған жалынба, сен психологқа бар. Мен қазір психологқа емделіп жатырмын, бар деп айт. Ол әйел қанша подход жасаса да, қанша олар үйретіп жібереді, былай жасады, үйретіп жібереді, былай жасады. Ол мынау қабырға жабық қой. Стена глухая стена, ол басып барады да ұра береді. Ол оны доппен ұрады, ол оны темірмен ұрады, ұра береді, жай. Біресе жаралайды, біресе әсер етпейді. Міне. Мынау қабырғаны ашу керек, жою керек, құртып, еркекті емдеу керек, ұрып тұрған. Не үшін ол тиран болды, неге ол емдепті? Осы психолог келіп қаралатын еркектер өтті неге саяқ қой? Отбасылық бар, қазір көбейіп келе жатыр. Мен соған қуанам, керемет. Мен бір клиентім келеді. Ұрып тастайым, ашуыма тиеді, ұрып тастайым дейді. Содан жұмыс істеп жатырамыз. Бала кезі туралы жатсақ, осының бәрін білу міндет па дейді. Мен айтамын, тісіңіз шіріп тұрса, тісіңіз ауырып тұрса, бетіне ғана нені салып қойып, пломба немесе дәріні салып қойып, астындағы шірікті емдемеу қарамасақ не болады, жағыңыздан айырыласыз. Миға дейін кетіп қалады. Тура сол сияқты астын емдемейміз ба? Неге сіз қол көтеріп жүрсіз? Неге сіз агрессивнісіз? Қайдан пайда болды бұның бәрі сізде, бойыңызда? Неге сізде 2 жылдан кейін әйеліңіз жек көрушілік пайда болды? Неге сіз үйлендіңіз жалпы? Махаббатпен үйлендіңіз ба? Әлде 30 жастан кейін есіңіз жинап, мен байқамай жай ұнатып немесе леппен, желпумен үйленіп қойған екен ғой деп тұрсыз ба? Жалпы ұру арқылы әйелді өзгерте аласың ба? Ол өзгере ме ол? Ұру арқылы сіз еш нәрсені өзгермейді. Ештеңе өзгермейді. Еш нәрсе. Ол сіз ұру арқылы әйелді, мынандай қызық нәрсе бар негізі біздің қазақта. Күйеуі дұрыс болмай жатса, тәрбиелеп аласың ғой дейді. Неге әйелдерге ақыл айтады? Тәрбиелеп алым. Егер ол тәрбиелеп алатын бала секілді зат болатын болса, мысалға да бала секілді адам болатын болса, тәрбиелеп алады. Ондай болатын болса, еркек от ағасы, еркек от басының басы деп несін айтамыз? Онда әйелді айтайық бірден. От анасы, яғни үйдің басшысы әйел дегенге келсек, еркекті тәрбиелейтін болса. Оны тәрбиелеуді ата-анасы тәрбиелейді. Және балаңда сені қарап отырады ғой, тура сені қайталайды ғой ертең. Иә, қазір мысалға мына отбасында, Түркістан облысында болған жағдайды айтыңызшы. Тура осы жағдай ертең бір 15 жылдан кейін деп айталық. Мына баланы әрі кетсе, осы 2 баланы 8-9-дағы балалар ғой. Енді бір 7-8 жыл ұрар, шамасы жетсе. 15 жасқа, 16 жасқа дейін. Одан кейін шамасы жетпейді. Одан кейін ол бала жайлап іше бастайды, темекі шеге бастайды. Өйткені іштегі әкеге деген ызаны, әділетсіз таяқ жегенге деген ызаны шығара алмады ғой. Айта алмайды, ешкім оны түсінбейді. Ол балада немен табады оны? Сыртта сол қай жерде өзін жақсы түсінеді. Оны бір жерде жиналып отырған, темекі шегіп отырғандар, ішімдік ішіп отырғандар жақсы түсінеді. Солардан табады өзіне. Сөйтеді, міне әкесінің копиясы болып шығады. Ертең ол үйленгенде 20 жаста ол әкесін ұрады, сақалынан сүйреп. Бұл кезде әкесі қауқарсыз, ол әйеліне дәлі келмей отырады. Әйел не істейді? Қанша жыл бойы жиналған қорқынышын еркек әлсіреген кезде шығарады. Қақпас, өле қал, бүйт сөйт деген отбасылар көп емес па тұрып отырған? Қашан қойсын? Кетеді бұны күнде. Әрине, ал содан кейін қартайған шағында 50-60-тан асқан кезінде өмірдің дозағын көреді.
баладан таяшиды, әйелден сөз естиді. Иә, бастың қазір күшпен авторитет ұстап отырғанда отбасында, күшпен бедел ұстап. Ертең қартайған. Сосын бірақ не дейміз? Ой, оңбаған баласы әкесін ұрып жатыр, ақсақалды, қартайған шалды. Осылай анасын сыйламайды, әкесін сыйламайды, неге осындай деген сияқты баланы да етеміз, жігітті. А ол нені көрсетіп жатыр? Ол жыл бойғы, өмір бойы жинаған нәрсесін шығарып жатыр, қоқысты ішіндегі. Иә, қоқыс жәшігін сала берсең, сыртына шашылмай ма? Тура сорсақ, сыртына шашып жатыр. Ал енді жаңа тұрмыстық зорлық, зомбылық деп жатырмыз ғой. Сондай бір жәбір көрген бала болсын, ана болсын, бірінші кезекте қайда барып кімге шағымдану керек? Осында айтып өтіңізші. Онда білмей жататындар бар. Бізге сол арнайы орталықтар бар емес па? Соларға шағымдану керек. Содан кейін үкіметке біз секілді жаңадай фондтар ұсынатын болса, міне бала бүйтіп есікті қағалатын орталық ашқалы жатырмыз. Енді уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге рахметімді айтамын. Әр отбасы бақытты болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, біздің Бақ.кз ақпараттық порталын оқып, желмая жобасын көре жүріңіздер. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай. Аумин.